Қайырлы күн, құрметті достар, қадірлі ағайын. Біз бүгін көрнекті алаш қайраткері Міржақып Дулаттың 140 жылдық мерейтойына орай онлайн дәрісімізді өткізгелі отырмыз. Осыған байланысты сіздерге эфирдің 4-те жүретіндігі алдын ала хабарланған болатын Facebook парақшамда. Міне енді сол уәде бергендей, келіскендей, сол немізді дәрісімізді бастап жатқан жағдайымыз бар. Алдымен мен оқырмандардан, сіздерден эфирдің қалай естіліп тұрғандығын, менің бейнем, сөзім жақсы көрініп тұр ма, соны білгім келеді. Егер мүмкіндік болса, соны мына комментарийларға жазсаңыздар. Құрметті оқырмандар, егер осы дәріске кірген кісілер бір белгі берсеңіздер, дәрістің қалай жүріп жатқандығы туралы. Енді егер рұқсат болса, егер бәрі естіліп тұрған болса, мен дәрісімді бастай берейін. Сонымен біздің дәрістің тақырыбы Міржақып Дулатұлы ғұмырнамасы ауыл мектебінен оян қазаққа дейін деп аталады. Бұл тақырып неге қойдық? Себебі біздің мақсатымыз Міржақып Дулатұлының ауыл мектебінен басталған қызметін саяси қайраткерлікке көтерілгенге дейінгі кезеңін алу. Хронологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл 1902 жыл мен 1912 жылдардың аралығы. Қандай мәселелер талқыланады? Бірінші, Міржақып Дулатұлы 2 сыныптық 6 жылдық мерзімдегі Торғай уездік мектебін қалайша 5 жылда аяқтап шықты деген бір мәселе. Екінші, Міржақып Дулатұлының тағдырына Қостанай педагогикалық сыныбы қалай әсер етті? Сыныптың даму кезеңдері қалай өрістеді? Бұл екінші мәселе. Үшінші, сыныпты тамамдап, ауыл мұғалімі куәлігін алған Міржақып Дулатұлы Сарықопа болысының тумасы бола тұра, не себептен Торғай уезі Қайдауыл болыстық мектебінде мұғалімдік қызметті 2 жыл атқарды? Төртінші мәселе, ауыл мұғалімі Міржақып Дулатұлы Торғай облысы Қайдауыл болысындағы қызметінен не себептен Семей облысы Зайсан уезі Жарлы ауылында жалғастырды? Бұл 1904 жыл мен 1907 жылдың аралығы. Ауыл мұғалімі Міржақып Дулатұлы Қызылжар қаласына не себептен ауысты? Қалай ауысты, не себептен ауысты? Соңғы сұрақ бізде талқыланатын мәселе оян қазақ қай жылы жарияланды және ол қалай сотқа тартылды? Міне осы мәселелерді бүгін дәрісімізде талқылайтын боламыз. Шын мәнінде биыл Міржақып Дулатұлының мерейтойы Қазақстанда жоғары деңгейде аталып өтті деп айтуға болады. Оған облыстың әкімшілігі де көп үлес қосты. Облыстың осы Міржақып Дулатұлының шығармашылығын құрметтейтін топ, немесе зерттеушілер, тағы басқалар осы мерейтойды атап өтуге ерекше үлес қосты деп айтуға болады. Бірақ дегенмен де Міржақып Дулатұлының ғұмырнамасы туралы, әсіресе соның мектеп мұғалім болып жүрген ғұмырнамасын нақты деректермен айтатын кез келді деп ойлаймыз. Жалпылама сөйлеу, жиналыс алдында, жұрт алдында жалпылама сөйлеу ғылымның мінезіне жатпайды. Ғылымның мінезі, ғылымның мәні ол нақты және дәлдікпен суреттеу.
Иә, осы тұрғыдан келгенде біздің осы қол көтеріп отырған мәселелеріміз нақты деректерге сүйеніп айтылатындығын еске салғымыз келеді. Сонымен көпшілікке белгілі Міржақып Дулатұлы 1897 жылы Торғай уездік орыс қазақтың мектебіне түсіп, оны 1901 жылы аяқтайды. 97-тен бастап санағанда бұл 5 жыл. Ал Торғай уездік мектебі бұл 2 сыныптық деңгейдегі 6 жылдық мектеп болды. 6 жылдық оқу орны болатын. Демек, Міржақып Дулатұлы бұнда 5 жыл ғана оқыған болып тұр. 1 жылы қайда кетті деген сұрақ туады. Міне бұл сұрақ көпшілікті мазалауы тиісті. Егер Дулатұлының шығармашылығымен, Дулатұлының ғұмырнамесімен тереңдеп қарап жүрген кісілер болса, бұл міндетті түрде әлбетте бұл сұрақ алдымыздан шығады. Әлі уақытқа дейін осы уақытқа дейін осы сұрақтың жауабы табылған жоқ. Біздіңше бұл сұрақтың жауабы мынадай. Міржақып Дулатұлы уездік мектепке түскенге дейін Сарықопадағы өзінің туған жеріндегі ауылдық мектепте оқиды. Сол кезде қалыптасқан оқу жүйесі бойынша ауылдық мектеп бұл 1 жыл көлемінде болатын. Одан кейінгі деңгей болыстық мектеп 4 жылдық деңгейде, 4 жылдық мерзімде, ал уездік мектеп 6 жылдық болып белгіленді. Яғни ауыл мектебі 1 жыл сауат ашу, болыстық мектеп 4 жыл бастауыштық деңгей, уездік мектеп бұл болыстық мектептен кейін келген болсаңыз 2 жылда жаңағы орталау білім алып шығасыз. Шығатын болған. Мінекей Міржақып Дулатұлы 1897 жылы осы Торғай уездік орыс қазақ мектебіне келгенде, оның қоржынында 1 жылдық сауат ашу ауылдық мектептің білім болды. Сол себептен біздіңше ол бірден жаңағы келесі сатыдағы оқуға қабылданып, оны 1901 жылы тамамдап шығады. Уездік мектептің 6 жылдық мерзімі 2 деңгейге бөлінді. Бірінші деңгей 4 жылдық мерзім, екіншісі 2 жылдық мерзім. Бұл егер шәкірт тура уездік мектепке тура түскен болса, яғни бірден алғашқы сыныптардан бастаса, ол уездік мектепте 6 жыл оқиды. Мысалға, Ахмет Байтұрсынұлы 1886 жылы уездік мектепке қабылданып, 1891 жылы 6 жыл оқып, осы уездік мектеп бітіріп шығады. Осындай жағдайда біздер сол кезеңдегі жағдайларды сүйене келіп, сол кездегі шындыққа сүйене келіп, уездік мектептің 5 жылда тамамдауын осылай түсіндіруге тырысамыз. Енді уездік мектептен кейін бұл кісі 1902 жылы Қостанайдағы педагогикалық сыныпқа қабылданады. Қостанай педагогикалық сынып дегеніміз қандай оқу мекемесі еді? Бұл оқу мекемесі 1897 жылы ашылды. Оны ашу мәселесі 1894 жылдан бастап көтерілген болатын. Бірақ қаржы бөлініп, штат белгіленіп, қаржы бөлініп, 1897 жылы Қостанайда ашылды. Оның басты мақсаты орынбор мұғалімдер мектебіне түсе алмаған уездік мектептердің түлектерін жеделдетілген түрде ауыл мектептеріне мұғалім етіп дайындау. Бұл осы негізгі мақсаты осындай болды. Себебі 1892 жылдан бастап Торғай облысында ауылдық мектеп қаптап ашыла бастады. Мысалға 1896 жылғы дерек бойынша, Васильевтің дерегі бойынша, экс-инспектор, Торғай облысында сол кезде 32 ауылдық мектеп болған. Ал ауылдық мектеп, қайталап айтам, 1892 жылдан бастап ашылды. Алғашқы ауылдық мектептің ашылған жері Қостанай уезі, Кеңарал болысы, Қарағайлы ауылдық мектебі болды. Демек, жаңағы
ауылдық мектептер көптеп ашыла бастағаннан кейін оған кадрлар дайындау мәселесі де өте өткір тұрады. Сондықтан Қостанайда педагогикалық сынып ашу мәселесі көтеріліп, 1897 жылы жоғарыда атап өткендей ол жұмыс жасай бастайды. Бұл мектептің ашылуына және оны жұмыс жасауына көп еңбек сіңірген кісі бұл Торғай облысы халық мектептерінің сол кездегі инспекторы, түрколог ағартушы Александр Ефимович Алектов деген кісі болды. Бұл оның күшімен, айталық, оның көп еңбек сіңіруімен педагогикалық сынып Қостанайда қалыпты жұмыс жасай бастады. 1902 жылы Мыржақып Дулатұлы осы мектепке оқуға келген кезде, мектепте Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіліне сабақ беріп жүрген болатын. Бұл кезде Ахмет Байтұрсынұлының тіркелген жұмыс орны, басты негізгі жұмыс орны Меңдіқара болса Орынбаев мектебі болатын. Сол мектептің ауылдық мектептің мұғалімі еді. Сонымен қатар педагогикалық сыныпта ол қазақ тіліне сабақ берді. Жаңағы Алекторовтың өзінің тұжырымдамасында, бұл мәселені ерекше атап өтуіміз керек. Алекторовтың тұжырымдамасында, әдістемелік тұжырымдамасында қазақ баласы немесе бөгде ұлт дейді, қазақ баласы орыс тілін үйрену үшін алдымен өзінің тілінде сауат ашу керек деген ұстаным ұстанды. Содан кейін барып оған екінші тілді үйретсе, ол жаңағы екінші тілді тез игереді деген ұстаным болды. Осы мәселе меніңше Ахмет Байтұрсынұлын Алекторовқа жақындатты. Жаңағы әдістемелік тұрғыдан мұғалім, ағартушы ретінде осы Ахмет Байтұрсынұлы Алекторовтың осы несін қолдады. Оның кейінде көпшілік біледі, кейінгі қазақ газетінде жарияланған бастауыш мектеп туралы мақалаларында осы ойлар айтылатын. 1902 жылы бұл мектеп алғашқыда 1 жылдық болды. Мектеп 1 жылдықта деген мерзімді 10 жылдан кейін доғарып 2 жылдыққа көшті. Яғни мектепке 10 жыл толған кезде мектептің жұмыс жасап жатқанына әкімшілік оны 2 жылдық курсқа көтерді. Енді 2 жылдық курс болып санала бастады. Ал одан кейінгі тарихы қалай болды дегенде, бұл Қостанай педагогикалық сыныбының бұл сынып революцияға дейін жұмыс жасап тұрды. Революциядан кейін Совет үкіметі орнаған уақытта бұл курсты техникум деп атады. Педагогикалық техникум бұл 20-шы жылдардың ішінде. Сосын 30-шы жылдардың ішінде педагогикалық техникумдардың бәрін жауып, педагогикалық техникум терминді алып тастап, педучилищеге ауыстырды. Техникум бұл техникалық мамандықтарға қарай айтылатын болды. Ал гуманитарлық мамандықтардың бәрі педучилище болды. Міне, осы педучилищенің базасынан, 30 жылдары ашылған педучилищенің базасынан 1939 жылы Қостанай мұғалімдер институты ашылады. Ол Қостанай мұғалімдер институты кейін педагогикалық институт болды, Амангелді атындағы. Одан кейін Совет үкіметі құлап, тәуелсіздік алғаннан кейін бұл Қостанай университеті, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай университетін атанды. Сонда Ахмет Байтұрсынұлы қызмет жасаған педагогикалық сынып, онда шәкірт болған Мыржақып Дулатұлы оқыған мекеме, бұл қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы университет. Себебі жаңағы тәуелсіздік алған кезде педагогикалық институт пен ауыл шаруашылығы институты бірігіп университет деген атаққа, дәрежеге көтерілген болатын. Мінекей педагогикалық сыныптың тағдыры осындай. Өкінішке қарай, айтып қоюымыз керек, өкінішке қарай бұл тарих біздің университетіміздің жаңағы тарихында есепке алынбайды. Мұндай мәселені белгілі алаштанушы Диқан Қамзабекұлы Алматы мемлекеттік педагогикалық университетінің, Ахаң жұмыс жасаған педагогикалық университетінің бастауы Ташкенттегі педагогикалық институтте деп айтып жүр, бірақ әлі күнге дейін
ол институт оны өзінің тарихына қоспайды. Бұл біздің тарихқа деген көзқарасымыз, біздің менталитетіміз деп айтуға болады. Мына дамыған елдерде, шет елдерде кез келген оқу орны өзінің тарихын, бастауын жаңағы мектеп болсын, тағы басқа медресе болсын, содан басталады. Мынау Американың оқу орындарының көпшілігі баяғы духовная школа дейді, діни мектептерден басталған. Атақты жаңағы біздің Оксфорд деген, жаңағы болмаса Сорбонна деген университеттер әлемге белгілі. Олардың барлығының бастауында осындай діни мектептер жатыр. Стамбулдың атақты университетінде де алғашқы университеті алғашқыда медресе, діни медресе болып жұмыс жасаған. Оның бірақ ол университет немесе ол мекеме оны өзінің тарихына сызып тастамайды. Өкінішке қарай бізде кеңестік дәуірден қалған сана, патша заманында болған нәрсенің барлығын мансұқтап келген болатын кеңестік дәуір. Сондықтан бұл осындай педагогикалық сыныбының қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы өңірлік университетінің бастау арнасында тұрғандығы есепке алына бермейді. Мінекей 1902 жылы осы педагогикалық сыныпқа түскен Міржақып Дулатұлы Ахаң, яғни Ахмет Байтұрсынұлымен танысады. Бұрын да білген болар деп ойлаймыз. Бір өлкенің азаматтары, бірақ жас айырмашылықтары, елеулі жас айырмашылықтар бар. 15 жылдай арасында 15 жылдық, 13 жылдық айырмашылық бар. Дегенмен де біз оны жоққа шығармаймыз, мүмкін бұрыннан білген шығар, бірақ тереңірек танысу осы Қостанайдағы педагогикалық сыныптан басталады. 1902 жылдың 1 мамырында Ахмет Байтұрсынұлы Алекторовпен бірге Омбыға мемлекеттік қызметке ауысып кетеді. Кім оқып жатыр, бітірейін деп жатыр, июньде бітіреді. Бұнда бұл қызмет неге Байтұрсынұлына ұсынылды Алекторов тарапынан? Біріншіден, Ахмет Байтұрсынұлы өте білімді, сауатты кісі болды, және Ахмет Байтұрсынұлының реформаторлық қабілеті сол кезеңде білінді деп ойлаймыз. Өзінің жазушы өзінің жизнеописание деген өмірбаянда ол жазады. 1901 жылдан бастап қолым бос уақытта жаңағы өз-өзін білім жетілдірумен айналыстым және әдеби қызметпен шұғылдандым деп. Сондықтан 1901-2 жылдары бұл Қостанайда жүріп білімін кеңейтуге тырысқан және атақты 40 мысалын осы жерден аударуды бастаған деп айтуға болады. Сол себепті Алекторов өзінің жанына Ахмет Байтұрсынұлын алады, оған іс жүргізуші, делопроизводитель деген қызмет береді. Сөйтіп 1902 жылдың 1 мамырында Ахмет Байтұрсынұлы Алекторовпен бірге Омбыға жаңа қызметке келеді. Ал не себептен министрлік, оқу-ағарту министрлігі Алекторовқа жаңа қызмет ұсынды? Себебі Торғай облысындағы ауыл мектептерінің жұмысының жолға қойылуы, ауыл мектептері болғанда орыс қазақ мектептерінің, көпшілік бізде қателесіп жүр. Біздің ағартушыларымыз қазақ мектебін ашты деп. Ол уақытта қазақ мектебін Ыбырай Алтынсарин ашқан жоқ, Ахмет Байтұрсынұлы ашқан жоқ. Олардың барлығы орыс қазақ мектебі болды. Өйткені үкімет орыс қазақ мектебін қаржыландырды, үкімет орыс қазақ мектептеріне жаңағы жүйесін қалыптастырды. Сондықтан бұл жерден орыс қазақ мектебі деген терминді біз алып отырамыз. Себебі ол сол заманның шындығы сондай болды. Сонда орыс қазақ мектептерінің жүйесі жақсы қалыптасқандығын ескеріп Торғай облысында ол үлгі ретінде саналып, енді сол үлгіні Ақмола және Семей облыстарының орыс қазақ мектептерін ашу үшін жаңа қызмет ашады. Жаңа қызмет ашылады. Ол Ақмола және Семей облыстары халық мектептерінің директоры деген қызмет. Директоратта 2 адам болған, бірі Алекторов, екіншісі Ахмет Байтұрсынұлы. Бұларға жаңағы осы 2 облысының көлемінен, яғни Батыс Сібір қазақтарының территориясынан
орыс қазақ мектебін ашу тапсырмасы беріледі. Міне осы Ахмет Байтұрсынұлы 1902 жылы Омбыға кетті жаңа қызметке. Міржақып Дулатұлы сол жылы бітіргеннен кейін, болыстық педагогикалық сыныпты бітіргеннен кейін, ол Қайдауыл болысының ауыл мектебіне, 3-ші ауылына, Қайдауыл ауылдық мектебіне жіберілді. Енді сұрақ туады, Сарықопаның тумасы не себептен өз ауылына бармай, Қайдауыл болысына барды деп. Себебі оны оқу әкімшілігі осылай шешті. Бюджеттің есебінен оқыған кісілерді, ол кездерде бюджет есебінен оқыған кісілерді белгілі бір мөлшерде ауылдық жерлерде борышын, мұғалім болып борышын өтеуді жаңағы жүктейтін. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлы 6 жылдық мұғалімдер мектебін бітіргеннен 6 жыл ауыл мектебінде жұмыс жасауға тиісті болды, облыс көлемінде. Ал енді мына педагогикалық сыныпты бітірген кісілер 2 жылдық мерзімде борыш өтеуге тиісті болды. Сондықтан 1902 жылы бітірген Міржақып Дулатұлы Қайдауыл болысына 2 жылдық борыш өтеуге жіберді. Кеңес дәуірінде болған кісілер болса жақсы біледі, ол бізде отработка деп аталды, орысша айтқанда отработка. Міне осы Қайдауыл болысына келді. Егер дейміз, егер жаңағындай борыш болмағанда, Міржақып Дулатұлы бірден бәлкім Байтұрсынұлымен жаңағы Омбыға, Ақмола облысы немесе Семей облысының ауыл мұғалімі болып кетермеді. Бірақ борышты өтеу керек болды. Сондықтан ол кісі Қайдауыл ауылында, ауылдық мектепте жұмыс жасады. 1904 жылы оның борыштық мезгілі аяқталысымен Міржақып Дулатұлы өзінің ұстазы, ағасы Ахмет Байтұрсынұлының қызмет істеп атқан Семей облысына келеді. Ол кезде Ахмет Байтұрсынұлы Қарқаралы уездік мектебінің меңгерушісі еді. Яғни 1902 жылы мамыр айында Омбыға барды. Онда 2 жыл іс жүргізуші болып қызмет жасады. 1902 жылдың 1 мамырынан 1904 жылдың 21 қыркүйегіне дейін, 21 жылдың қыркүйегінде, 1904 қыркүйегінде Байтұрсынұлын Батыс Сібір оқу орнының басшысы Лаврентовтың бұйрығымен жаңағы Қарқаралы уездік мектебіне жібереді. Бұл уездік мектеп жаңа ашылып жатқан мектеп болатын. Бұған дейін ол жерде уездік мектеп болған жоқ Қарқаралы қаласында. Міне Ахмет Байтұрсынұлы соның меңгерушісі болып келеді. Бұл үлкен лауазым болатын, уездік мектептің меңгерушісі. Қазіргі таңда, қазір сіздер қарасаңыздар, бүгінгі таңда кезінде Торғай облысының уездері болған, уезі болған жерлердің бәрі жеке-жеке облыс болып жүр. Мысалға, Торғай облысының территориясынан қарайтын болдық, қазір Қостанай облысы, кезінде Торғай облысы деген болды, Ақтөбе облысы деген 3 облыс құрылған, мысалға, бір облыстың көлемінен. Міне осы тұрғыдан келгенде уездік мектеп өте үлкен лауазым еді. Ол әрі қарай карьералық тұрғыдан өсуге үлкен баспалдақ болатын. Бірақ Ахмет Байтұрсынұлы бұл саяси қызметке араласты да 1905 жылғы Қарқаралыдағы қоянды жәрмеңкесіне. Оның карьералық өсу жолындағы қызметі шектелді. Әрине бұған біз алда тағы да тоқталамыз. Енді Міржақып Дулатұлы Семей облысына келгенде қай жерде жұмыс жасағандығына тоқталып өтейік. Бұл Семей облысы Зайсан уезінің Жарлы деген ауылда қызмет жасады. Бұл Зайсан уезі бұл Қытаймен шекаралас жер болды. Өте алыс, орталықтан өте алыс ауыл болды. Міне осы жерде Міржақып Дулатұлы қызмет жасады, ауыл мектебі болып. Енді сол кезде Семей облысына Ахмет Байтұрсынұлының қамқорлығымен
ерлі зайыпты Құлжановтар да келеді. Назипа Құлжанова, көпшілікке жақсы танисыз Назипа Құлжанова. Олар Міржақып Дулатұлы, Назипа Құлжановалар да оның жолдасын барлығын Семейге тартып жүрген, Семей облысын тартып жүрген бұл Ахмет Байтұрсынұлы болды. Яғни қазақ интеллигенциясының, жаңағы бір жағынан қазақ интеллигенциясының қамқоры болғандығы көрінеді бұл жерден Ахмет Байтұрсынұлы. Екінші жағынан шын мәнінде де Семей облысында, Ақмола облысында да жаңағы дипломы бар, куәлігі бар мұғалімдер өте тапшы болды. Сондықтан Торғай облысында жақсы кадр дайындау жұмысы жолға қойылған болатын. Содан кадрларды, сол Торғай облысының кадрларын осы Семейге, Ақмолаға тартты. Ана 1904 жылы алғаш барған кезде де Ахаң мен Электров бірнеше Торғай облысында қызмет еткен мұғалімдерді Ақмола облысының несіне тартты. Мысалға Нышанбаев деген кісі, Писарев деген ауыл мектептері мұғалімдерін осы Қостанай педагогикалық сыныбын бітірген. Соларды өздерімен бірге жұмысқа алып барды. Қостанай педагогикалық сыныбының меңгерушісі де кейін осы Ақмола облысының территориясына ауысып болады. Мұның барлығы Электров пен Ахмет Байтұрсынның жаңа қатысы болғандығы сөзсіз. Жаңа жоғарыда айтып өткендей 1905 жылы Қарқаралыда үлкен саяси оқиға болады. Ол Қызырқат, қазақ интеллигенциясы жазған. Сол Қызырқатта Ахмет Байтұрсынұлы соған қатысады. Бұл туралы Әлихан Бөкейханның 1916 жылы бірінші думаның 10 жылдығына жазған естелігі бар. Сол естелікте айтылады. Ахмет Байтұрсынның аты аталмаған беді, Ахмет Байтұрсынның қатысқандығы сол неде байқалады. Ол кезде Ахмет Байтұрсынұлы жаңағы науқастан жүрген болатын. Науқастан жүрсе де бұл митингке қатысып, жаңа Қызырқатты жолдауға өзінің үлесін қосады. Бұл кезде бұған да Міржақып Дулатұлының қатысы болғандығы сөзсіз. Оны көптеген алаш зерттеушілер айтады. Осы кезден бастап Әлихан Бөкейхан болсын, Ахмет Байтұрсынұлы болсын, Міржақып Дулаттар жандармерияның назарына ілікті дейді. Бұл шындыққа жанасатын мәселе. Бірақ бір мәселені ескеру керек. Біздің зерттеушілер осындай мәселелерді айтқан кезде оның бір хронологиясына назар аудару керек. 1905 жылы бұл Қызырқат неге пайда болды? Себебі бұл Қызырқаттың пайда болуына патшаның 17 қазандағы жариялаған манифест пайда болды. Әсер етті. Бұл манифест либералдық мазмұндағы манифест болды. Қоғамды демократияландыруға бағытталған манифест еді. Оның басты мазмұны мынандай еді. Император айтты, патша айтты, былай деді. Менің қол астымдағы жұрттар нәсіліне, тіліне, түр түсіне қарамастан барлығы тең құқылы деді. Міне осы негізгі идея осы болды манифесттің. Бұл қазақ қоғамына үлкен қатты әсер етті. Жаңағы Әлихан Бөкейхановтың мақаласынан оқуға болады. Выборы в степи деп аталады. Выборы в степи деп аталады ол мақала. Сонда бұл қазақ жұртының өте қатты ықыласпен қабылдаған Әлихан Бөкейхан жазады. Сөйтіп Қызырқат қабылданған берілгеннен кейін сол жерде комиссиялар құрылады. Жаңа Қызырқатта көтерілген салалар бойынша, мәселелер бойынша салалық комиссиялар құрылады. Оқу ағарту саласын комиссиясын Электров басқарады. Ал енді жалпы төраға генерал губернатор Надаров болады. Бұл 1914 жылы жазылған Ахмет Байтұрсынның мақаласында тұр. Бір жағынан біздіңше Ахмет Байтұрсынұлы да осы комиссияға қатысқан болса керек. Тартылған болса керек жұмысына. Өйткені үлкен лауазымдағы кісі, уездік мектептің меңгерушісі, мәселе қазақ есінде болып отыр. Қазақ мектептерінде, ал енді Семей облысы Ақмола облысына қарағанда қазақы саны көп
салыстырмалы түрде алғанда қазақтар көп тұратын облыс еді. Сондықтан бұл іске меніңше Ахмет Байтұрсынов да қатысты деп ойлаймыз. Ал енді Міржақып Дулатұлы қаншалықты қатысы болғандығы белгісіз, бірақ бұл кісінің Ахмет Байтұрсынұлымен тікелей байланыста болғандығынан, соңынан іздеп келген және сол кісінің қамқорымен келген кісі ретінде бұл кісіде жаңағы Құзырқатты жазуға немесе Құзырқаттың тілектесі болғандығы сөзсіз. Енді міне 1904 жылы осы Жарлы Зайсан уезі Жарлы ауылына келген Міржақып Дулатұлы 1907 жылға дейін осы Жарлы ауылында болады. 1905 жылғы анықтамалық деректерде, статистикалық деректерде Жарлы ауылында 30 бала оқыған деген дерек бар. Бұл Жарлы ауылының Зайсан деген уездің орталығы Зайсанда болды. Зайсан Қытаймен сауда жасаған, өзі Қытайға жақын болғандықтан Қытаймен сауда саттық жасайтын бір орталық болды. Бұл жерде татар саудагерлері, орыс саудагерлері жұмыс жасады. Әлі күнге дейін Зайсанның ескі Зайсанның үлкен тарихи ғимараттарында сол көпестердің тұрған үйлері, салған үйлері әлі күнге дейін бар. Оны жергілікті неде жазылып жүр, айтылып та жүр. Міне осы 1907 жылы бұл кісі Алекторов арқылы, Алекторовты бұрыннан таниды, Ахаң арқылы да таниды, Зайсаннан Омбы уезіне ауысуға арыз жазады. Ондағы мақсаты енді Зайсан тым алыста, өзінің айтатын сөзі бар, алыс ауылда жүріп орысшамды да ұмытып қалдым деп. Сөйтіп бұл Омбы уезіне 1907 жылы Омбы уезіне ауысады. Омбы уезінде бірнеше ауылдық мектептерде жұмыс жасап жүріп, 1909 жылы Міржақып Дулатұлы Петропавлға ауысады. Яғни айтқанда ауысады деп айтпай-ақ қойық, бұл жерде 1909 жылы ол ауылдық мектептегі қызметін доғарады. Енді сұрақ туады. Неге 1908 жылы доғармады? Немесе 1907 жылы доғармады деп. Себебі сол кездегі ережелер тәртіп бойынша бір облыстың көлемінде 5 жыл мезгілде ауыл мектебінде жұмыс жасауы керек. Жергілікті заң бойынша земство дейді, кезінде земство деген туралы мәселе. Ол жергілікті жердің қаражатынан бөлінетін болды. Ауыл мектепте ашылатын ауылдық мектептің қаржысы. Сондықтан жергілікті жер немесе облыс, уез осы қызметке тартылған кісіге 5 жыл қызмет жасайсын деген тәртіп қойды. Сондықтан 1904 жылы Семей облысына Зайсан уезіне келген Міржақып Дулатұлы 5 жыл ауылдық мектепте жұмыс жасап, алдымен Зайсанда, сосын Омбы уезінде жұмыс жасап, толық 5 жылын өтегеннен кейін 1909 жылы бұл қызметін доғарып Петропавл қаласына келеді. Енді еркін адам, байлаулы емес, басы байлаулы емес, мұрындық жоқ. Сондықтан бұл кісі Петропавлда жеке меншік мектептерде сабақ береді. Жеке меншік мектеп ол кезде де болған, оны ешкім жоққа шығармайды. Жеке меншік мектептерде сабақ береді және Петропавл қаласының екінші участогінде, Петропавл қаласы сотының екінші учаскесінде аудармашы, делопроизводитель болып жұмыс жасайды. Яғни бұл еркін жұмыс болатын. Өйткені делопроизводство қазақ тілінде өте аз жүретін еді. Сот ісінің көпшілігі орыс тілінде жүреді. Бұл мәселе қазірде де бар секілді. Әлі біздің өмірімізден кете қоймаған секілді ол көрініс. Сондықтан Міржақып Дулатұлына бір еркіндік туады. Яғни
орталыққа келді. Петропавл үлкен сауда орталығы болатын. Петропавлдан темір жол, жаңағы Сібір темір жолы өтетін, қиыр шығысқа кететін. Бұл сондай бір сауда қаласы ол татар башқұрт өкілдері, башқұрт өкілдерінің мықты көпестері жұмыс жасайтын театр бар болды, кітапханалар болды. Міне осы жерге келіп Міржақып Дулатұлы шығармашылықпен айналысады. Осы 9-шы жылдан басталған шығармашылық оның оян қазақты жазуға және бақытсыз жамалды жазуға өзінің жаңағы мүмкіндік ашады. Сонда Міржақып Дулаттың Петропавловскіге келуінің немесе Қызылжарға келуінің басты себебі өзінің шығармашылықпен айналысуға, өзінің білімін жетілдіруге бағытталғандығын байқаймыз. Бұл жерде жаңағыда атап өткендей татар көпестері жұмыс жасады. Татар көпестерінің ішінде кітап саудасымен айналысатын кісілер болды. Жалпы бізде сол кездегі кітап ісін, біздің қазақтың кітап ісін татарлар жүргізіп тұрды. Алғашқы жаңағы баспаханалар бұл Қазанда, Орынборда, Уфада, Петерборда бұның ашқан кісілердің бәрі татарлар, татар жұртының өкілдері. Олар оны бір жағынан мұсылман жұрты деп қазаққа іштатты, екінші жағынан өзінің сауда істерін, бизнесін жүргізді. Қазіргі сөзбен айтсақ, бизнес. Сөйтіп қазақтың арасынан жаңа кітап басып шығару жұмыстарымен айналысты. Ол бизнес өте қымбат бизнес болды. Себебі кітап шығару оңай болмады, әсіресе араб графикасында кітап шығару, оған баспахана жасау деген мәселе үлкен қаражаттарды қажет етті. Міне осы қаражаттарды жасап, немесе осы істі дөңгелендірген жаңағы башқұрт, татар, әсіресе татар жұртының өкілдері еді. Міне осындай кісілердің көмегімен Міржақып Дулатұлы 1910 жылы Уфа қаласында Шарқ баспасынан, бұл Каримовтер мен Құсайыновтардың баспаханасы болатын, атақты кәсіпкерлер, сол баспадан Оян қазақ кітабын шығарады. Оян қазақ кітабын шығарады. Бұл Оян қазақ кітабын осы уақытқа дейін біз 1909 жылға дейін 9 жыл жарияланды келдік. Шындығында бұл 9 жыл емес еді, бұл 1913 жылдың март айында жарияланған еді. Архив деректер бәрі осылай айтты. Енді осы жерде Оян қазаққа келмес бұрын бір мәселені айтып кету керек. Мынау Қарқаралыда қызмет жасап жүрген Ахмет Байтұрсынұлы, бәрімізге белгілі, 1909 жылы тұтқындалып, жаңа үкіметке қарсы үгіт насихат жүргізген үшін деген айыппен тұтқындалып, Семей түрмесіне жамылып, оған жаңағы 1910 жылы оны 2 жылға Орынборға жер аударған болатын. Көпшілік айтады сотталды деп, ол сотталған жоқ. Оның ісінде сотқа барғанда ол сотта жеңілетін еді. Бұны сол істі жүргізген Сергей Ливаневский деген кісінің өзі айтады. Сергей Ливаневскийдің Ахмет Байтұрсын ісін жүргізу барысында жазған рапорты бар. 1913 жылы жазылған. 9 жылдың аяғында, декабрь айында жазылған. Сонда ол сотқа істі апарамайтындығын айтады. Себебі сотқа апарса, сотта жеңіп қалатын біліп, бұл Ахмет Байтұрсынның ішкі істер министрлігінің қаулысымен 2 жыл сыртқа шығару, қазақ даласынан шеттету деген мәселе. Бұл поселение деп аталады, немесе административное наказание деп аталады, әкімшілік жаза. Міне сол Ливаневский Оян қазақтың соңына сол түседі. Ливаневский, Сергей Ливаневский. Бұл жерде тағы Сергей Ливаневский туралы бір дерек айтып жіберуге болады. Қазақ фильм шығарған ұстаз деген
Ахмет Байтұрсынов туралы ұстаз атты фильмде Ливаневскийді режиссерлар жаңағы Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Архангельскийге жер аударып жібереді. Ол Ливаневский басқа Ливаневский. Ол революционер Ливаневский. А мынау патша үкіметіне қызмет жасаған штабс-ротмистр Ливаневский Омбы полициясының Семей қаласындағы көмекшісі. Штабс-ротмистр дегеніміз қазіргі капитан дәрежесіндегі жаңағы лауазым екен. Міне осы Ливаневский жаңағы рапортында біздің көп зерттеушілеріміз осы түпнұсқаға қарай бермейді. Бір кітапта жазылған нәрсені екінші нәрсеге көшіріп айта береді. Рапортында былай дейді: мынау Алихан Бөкейхан пен Байтұрсыновтардың Семей өңірінде үлкен партиясы бар дейді, жақтастары бар дейді. Мынау мен дейді 2000 Қарқаралыдан Балқашқа дейін 2500 жер жүріп өттім дейді. Сонда байқағаным, бұл жерде орыс үкіметінің беделі жоқ екен дейді. Орыс үкіметі бұл жерде жоқ екен дейді. Бұл жерде қазақтар өз бетімен өмір сүріп жатыр. Бұл жаққа Қытайлардың ықпалы бар екен деген ойларды айтады. Қазақтар жаңағы тіптен Ахмет Байтұрсынұлына кінә тағылады. Жаңағы Ахмет Байтұрсынұлына үстінен жаңа сөз айтқан кісілер, болыстар, Адамбаев деген болыстар бар ішінде, рапортта ашып қарауға болады. Сонда олар айтады, жаңа Байтұрсынов бізге айтты, Байтұрсынұлы бізге айтты, егер орыс үкіметі осындай саясатын қоймаса, переселен қоймаса, біз Қытайға көшіп кетуіміз керек деп айтты деп. Сонда енді қараңыз, сол рапортта мынандай мәселені, Қытайдан саудасынан Сәрсенбі деген қаладан сауда жасайтындар келіп айтып жатыр. Қытай Ресеймен соғысуға дайындалып жатыр. Саудагерлерге ескертіпті. Саудаларын тоқтатыңдар, доғарыңдар, ертең алдарыңыздан бір қиындықтар туады деп айтты деп сондай сөздер бар. Демек, осы Семей облысы Ливаневский секілді жандармерияның қарауында ерекше болды, және орталықтың қарауында. Себебі Қытай, ар жағынан Қытайдың ықпалы қазақ даласына әсер ете ме деп, орталық үкімет те, және орталық үкіметтің сол жердегі өкілдері де бұл мәселеде өте қырағы болған. Сөйтіп, жаңағы үкіметке қарсы сөйледі деген немесе белсенділерді тұтқындауға, оларды құрықтауға көп сондай не бөлген секілді, көңіл бөлген секілді. Ахмет Байтұрсынұлының да құрықтанып отыруы, Міржақып Дулаттың да осы Ливаневскийдің соңына түсуі, осының әсері геосаяси жағдай деп айтуға болады. Өткен себебі 1905 жылы Ресей Жапон соғысында жеңіліп, өте қарабет болып жеңіліп, жапондарға Қытайдың солтүстік өңірлеріне көп жерлерді беруге мәжбүр болады. Не осы нәрсені енді сол ары қарай өршіп кетпесін деп, орталық өңір, Ресей империясының орталық өңірі жаңағы Семей өңіріне өте қатты көңіл бөлген секілді. Сонымен әлқиса, енді қайта оралайық Оян қазағымызға. Оян қазақ 1910 жылы март айында Уфада жарық көрді. Сол кездегі тәртіп бойынша кітаптың 8 нұсқасы Петербургтағы баспа ісі туралы басқармаға жіберілді. Қалған данасы, архивте жазылады, 1000 дана дейді. 1000 дана почтамен Петропавловскідегі Міржақып Дулатұлына жіберіледі. Бұл 1910 жылдың март айы. Хронологиясы архивте бәрі сақталған. Енді сол 10 жылы бұл кітапқа ешқандай жаңағы сын айтылмады. Үкімет тарапынан немесе жаңағы жандармерия тарапынан. Себебі Ливаневский әлі кімнің соңына түспеген кезеді. Міржақып Дулаттың соңына түспеген кезеді. Оның Міржақып Дулаттың соңына түсуіне 1911 жылдың май айында Қарқаралы уезінің басшысының жаңағы кітапты беруіне басталады.
Ливаневский өзі солай жазады рапортында. Мен Міржақып Дулаттың кітабымен 1911 жылдың майында таныстым дейді. Ал енді 1911 жылдың майында деп отқан нәрсе не бұл? Май айында. Бұл 1911 жылы Міржақып Дулатұлы бұл кітаптың екінші басылымын шығарады. Екінші басылымы Орынбор қаласына шығады. Міне осы екінші басылым шыққан кезде ғана барып үкімет бұған үкімет болғанда енді жандармерия, полициялар бұған қатты назар аудара бастайды. Себебі Міржақып Дулатұлы осы кітапты тарату үшін, сату үшін, сату деген сөзден қорықпау керек. Ол кезде біздің қалам ұстаған кісілеріміз өзінің кітаптарын сатып та күн көрді. Бұл да бір күнкөрістің бір түрі болды. Кітабын сату үшін Семейге келеді, оның жоспарында Өскемен уезіне бару және Зайсан облысына, Зайсан уезіне бару жоспарында болады. Кітапты тарату үшін, кітапты сату үшін дегендей. Осы уақытта Ливаневский оны Семейде тұтқындайды. Тұтқындалған уақыты, Семейде тұтқындалған уақыты 1911 жылдың 14 маусымы. 13 маусымда ол құпия түрде омбы жаңағы судебный палатаға хат жазады. Міржақып Дулатұлын тұтқындау туралы 14 оған сол күні рұқсат беріледі. 14 маусымда ол Міржақып Дулатұлының үйіне келіп тінтіп, оның чемоданынан 9 дана оян қазақты тауып алып, осы үшін оны жаңағы тұтқынға алады. Енді әрі қарай қандай әрекеттер болды? Кім тұтқынға алынды? Міржақып Дулатұлы. Енді осы кітаптың мазмұнында, енді Ливаневский айтып отыр ғой, бұл кітаптың Ливаневский айтады, рапортында жазады. Бұл кітап қылмыстық кодексінің, қылмыстық заңның 128-ші бабының 6-шы тармағы бойынша қылмыстық іс бар дейді. Себебі бұнда үкіметті сынау бар, императорды сынау бар, және жаңағы неге переселендердің саясатқа қарсылық бар дейді. Міне осы мәселемен ол оян қазақты экспертизаға береді. Мынау арақ қарпімен шыққан басылымдар Ресей империясының, бұның цензоры Қазан қаласында орналасқан еді. Оны жаңағы Петербургтағы кітап ісі басқармасының Қазандағы уақытша комитеті деп аталды. Осы уақытша комитетке сараптамаға береді. Міржақып Дулатұлы тергеуде отыр, дознание. Көпшілігі бұны бізде біле бермейді, бірден түрмеге қамалды. Түрмеге қамалмас бұрын, оған түрмеге қамалудың өзінің шарттары бар. Дознание, тергеу алдындағы, қылмыс алдындағы тергеу дейміз бе, қазіргі осының терминдері бар өзінің, заңгерлер оны жақсы сөйлеу. Дознание, орысша дознание дейді, тергеу алды, қылмыс алды тергеу. Міне осы қылмысты іс тергелгенше ол түрмеде қамауға алынды. Міне осы уақытта не болып жатты? Қазан комитеті, жаңа уақытша Қазан комитеті, бұлардан запрос келгеннен кейін, яғни ұсыныс немесе осындай хат келгеннен кейін кітапты қарайды, сөйтеді де кітаптың мынау жұмбақ деген, қазақ жер деген және қазақ өмірі деген өлеңдерде үкіметке қарсы айтылған ойлар бар, переселендердің саясатына қарсылық бар, императорды сынау бар деп, әжуалау бар деп, сынау емес, әжуалау бар деп қорытынды шығарады. Енді осы қорытынды бойынша, ол қорытынды, ол экспертизаның қорытындысы. Енді оны ары қарай заңды түрде жүзеге асыру үшін Саратов прокуратурасы, неге Саратов прокуратурасы? Себебі бұл кітап Уфадан шыққан болатын. Меніңше, біздіңше сол Уфа қаласының маңайы сол Саратов жаңағы Саратов палатасына қараған секілді, сот палатасына. Сол Саратов округтік сот палатасының прокуроры бұны сотқа береді. Бұл сот
1911 жылдың 18 қарашасында өтеді. Саратов округтық сот палатасының отырысы. Онда жаңағы прокурордың шағымы қаралады. Өкінішке орай прокурордың аты жөнін білу мүмкін болмады, себебі ол тек қана роспись қойған, қол қойған, неде архивтік құжатта оның фамилиясы айтылмаған. Ол прокурордың шағымын қарап, Оян қазақ кітабының қазақ өмірі, қазақ жері деген өлеңдерде қазақтарды өнер білімге шақыру, орыс тілін игеруге шақыру бар деп таниды. Ал енді жұмбақ өлеңі императорды емес, қазақ жұртын билеуші бұрын билеген қазақ ханды әжуалау бар деген қорытынды шығарады. Сөйтіп, кітапты тәркілеуден және оның авторы Міржақып Дулатовты тұтқынды жаңағы қылмыстық іске тартуды доғару керек деген қорытынды шығарады. Бұл тағы қайталап айтам, 1911 жылдың 18 қарашасы. Бұған келіспеген прокурор, келіспейді, Саратов палатасының прокуроры. Сөйтеді, ол 1911 жылдың 25 қарашасында правительствующий сенатқа апелляция жазады. Правительствующий сенат деген, басқарушы сенат деген құрылым болған, үкіметтің үстінен үкіметтің шешімдерінің несін қарап отыратын сондай патша заманында құрылған құрылым болатын. Сол правительствующий сенатқа апелляция жазады. Оған ол апелляцияға 1911 жылдың 10 желтоқсанда сол сенаттың кассациялық департаменті жауап қатады. Ол мынандай мазмұнда болады. Бұндай шағымды правительствующий сенат қарамайды. Апелляция бұндағы берілмейді дейді. Сонымен не болады енді? Қорытындыласқа түйінге келсек. Міржақып Дулатұлы түрмеде жатыр, қамауда отыр. Мына жақта Оян Қазақты соттап жатыр. Бірақ Оян Қазақ жазадан сот шешімі оны жазаға тартпайды. Соның әсері болар, сот шешімі әсері болады. Мынау Семейдегі түрмеде отырған Дулатұлын қаңтар айында, 2012 жылдың қаңтар айында 2000 сом көлеміндегі кепілдемемен тұтқыннан босатады. Кепілдеме берген кісілер Бұғылы болысының қазағы Сыман Бегімбетов пен Абыралы болысының қазағы Белгібай Алдабергенов деген кісілер еді. Енді бірақ іс тоқтатылмайды. Оның не себептен тоқтатылмағанын біз дәл жауап бере алмаймыз. Архив материалдары ол туралы әзірге сыр ашпай отыр. Бірақ бір ғана не жасау қисынмен айтуға болады. Жаңағы бірінші сот жаңағы нені ақтады, Оян Қазақты. Демек, оны ұстап отырудың, әлі қарай сотта ұстап отырудың несі жоқ. Біздіңше, жандармерия өкілдері, ішінде жаңағы Ахмет Байтұрсынұлын тергеген Ливаневский, мінекей Міржақып Дулаттың соңына түсіп жүр. Сол Ливаневскийлер екінші бір істі ашқан секілді деп тұжырымдаймыз. Ол іс Орынбор қаласынан шыққан Оян Қазақтың екінші басылымын экспертизаға беріп, соны сотта қарау мәселесі болса керек. Бірақ ары қарай жағдай қалай болды деген кезде кепілдемемен шыққан Міржақып Дулатұлы біршама уақыт Семейде тұрады да, оған Семейден кетпеу керек деген талап қойылады. Бұл Семейден кетіп Петропавловскіге кетіп қалады. Бұны жаңағы тиісті органдар, жаңағы тәртіп сақтау органдары бұны кепілдеменің шартын бозды деп, қайтадан Міржақып Дулаттың соңына түседі. Сөйтіп Петропавловскіде, оны тағы ақпан айында Петропавловскіде қайта тұтқындап, этаппен Семейге келеді. Не осы екінші мәрте Міржақып Дулатұлы Семейге түрмесіне отырады. Осы түрмеде ол 1912 жылдың 23 желтоқсанына дейін түрмеде болады. Содан кейін ақталып шығады. Себебі біздіңше
біздіңше. Екінші шығарылымы да Оян қазақтың сот шешімімен ақталған секілді. Яғни оны тәркілеу, конфискациялау және оның авторын тұтқындау деген мәселе екінші сотта да жаңағы жеңіліс тапқан секілді. Міне соған байланысты 1912 жылдың 23 желтоқсан аяғында Міржақып Дулатұлы түрмеден босайды. Бірден босасымен ол өзінің ағасы, қамқоршысы Ахмет Байтұрсынұлына қосылу үшін Орынборға келеді. Бұл енді басқаша тарих. Бірақ бір мәселені осы жерде айтып кету керек. Міржақып Дулат тұтқындалған кезде Орынборда айдауда жүрген Ахмет Байтұрсынұлы Айқап газеті, татарлардың Уақыт газеті арқылы Семей жақтан корреспонденция жазғызып, Міржақып Дулатұлы жазықсыз отыр деп жаңағы корреспонденция жазғызады. Оны корреспонденцияны тексерген кісілер оның авторы белгісіз болғандығын айықтайды. Сол үшін Уақыт газетінің басшысы Каримовке штраф салынады. Айқапта жариялаған Мұхамеджан Сералинге де штраф салынып, жаза қолданылады. Мінекей, осындай мәселемен біздер бүгінгі дәрісімізді аяқтағымыз келеді. Аман, сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Жазыңыздар, комментарийға жазыңыздар, хабарласыңыздар. Рахмет.